Сәлем достар, бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Мен көбінде осы рецепт бойынша жасаймын. Бұның құрамын осы видеоның описаниясына жазып қоямын, сол жерден көрсеңіз болады. Ең алдымен жылы сүт және ерітілген сары май, 1 шай қасық тұз, қант қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ашытқы және 1 жұмыртқа қажет. Барлығын венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Онды алдын ала електен өткізіп алыңыздар. Аз-аздан қосып қамыр илейміз. Сонда қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Жұмсақ қамыр шығады, кішкене қолға жабысуы мүмкін. Егер де қолдарыңызға жабысып жатса, 1 ас қасық майды құйып, майлап, жылы жерге орап бетін жауып қоямыз. 1 сағаттың ішінде қамыр көтеріліп дайын болып қалады. Қамыр 1 сағаттың ішінде әдемі болып көтеріліп қалады. Өзімізге қажетті мөлшерде кесіп аламыз. Қамырды 15-30 минутқа қойып, тағы да тындырамыз. Қамыр одан да қатты көтеріледі. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша жайып аламыз. Мен көрінісі 2 түрлі шығатын булочканы жасадым. Ең алдымен өзімізге қажетті қамырды осылай жайып аламыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қылып жаясыздар. Дәл осы видеодағыдай кесіп алып, ішіне кез келген творог болмаса басқа да начинкалар салсаңыздар болады. Мен вареный сгущенканы қолдандым. Дәл осылай орап жасай бересіздер. Барлығын жасап болған соң, тағы да 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Бұл жерде мен екінші түрін жасадым. Бізге қажет қамырды алып, дәл осылай дөңгелектеп шығамыз. Кейін бұларды дәл осы видеодағыдай жайып, ішіне начинкасын саламыз. Дәл осылай кесеміз. Кейін жақсылап орап пісіре бересіздер. Алдын ала пешті 5-10 минутқа қыздырып аламыз. Бетіне жұмыртқаны жағып, күнжіт болмаса мак сеуіп жерсеңіздер болады. Енді пештеріңіздің градусын өздеріңіз бақылайсыздар, әркімнің пеші әрқалай. Сізде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Ұнайтынына сенімдімін, өте жұмсақ болып шығады және жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз. Сіздермен Айгерім Болысбек.